Фармакологиядан латын тілінде рецепт жазып үйрену. Бірінші біз таблеткаларға рецепт жазамыз. Кез келген рецепт жазған кезде ең бірінші біз жазатын сөз ол recipe. Recipe деген сөз латын тілінен аударған кезде ол ал деген сөз. Орысша возьми. Бірақ recipe деп жазбайық, оны қысқартып жазуға болады. RP. RP-дан кейін біз сөзді қысқартқаннан кейін обязательно нүкте қоямыз. Нүктеден кейін ары қарай екі нүкте қоямыз, қос нүкте. Осымен рецепт басталады. Ең бірінші таблеткаларға. Мысалы, таблетка жазған кезде бірінші препараттың атын жазамыз. Мысалы, аспирин. Бірақ рецептте латын тілінде препараттардың аты деген жалғаумен беріледі, аспиринум деп жазылады. Біз ол аспиринум деген жалғауды аспирини деп өзгертеміз. Сонда деген жалғау рецепт жазған кезде деген жалғауға ауысады. Кез келген барлық рецепттердің түрлерінде. Енді аспирини деп препараттың атын жаздық, ілік септігінде жазылады. Аспиринум болатын болса ол атау септік, енді аспирини болатын болса ол ілік септікте. Содан кейін барып біз дозасын жазамыз. Дозасы мысалы 0,5. 0,5 дегеніміз 0,5 грамм. Грамм деп қасына былай жазбаймыз. Препараттардың барлығы рецептте грамммен беріледі, егер қатты зат болатын болса. И грамм деген жазбаймыз, тек 0,5 деп жазамыз. Енді одан кейін қанша дозада, қанша штук керек. Мысалы 0,5 ол дозасы, енді қанша штук препаратты біз тағайындаймыз. Оған жазамыз да талес дузес номера. Осынша мөлшерде ал деген сөз. Мысалы айтайық 10 штук. 10 алдық. Енді аспирин бізде ол таблетка. Біз қазір таблеткаға жазып жатырмыз рецепті. Оны таблетка екенін осы жерде көрсету керекпіз. Сонда даталес дозес номера 10 ин бұл жерде табулеттис болады. Табулеттис деп жазамыз. Бірақ бұны табулеттис деп жазбайық, интап деп жазуға болады. Мен қазір сіздерге көрсетемін. Содан кейін ең соңында біз S деп жазамыз. S дегеніміз сигна. Ол обозначить деген сөз. Ол мысалы неге пациентке берілген информация. Бұл жерге қазақ тілінде жазамыз. Бас ауырғанда бір таблеткадан іш деп, бұл уже пациентке арналған информация. Енді мынау қысқартып қалай жазамыз? Дәл осы рецепті РП дейміз. Потом аспирини 0,5 даталес дозес номера 10 ин тап дейміз. Таптан кейін обязательно точка қоямыз, өйткені қысқартылған сөздердің соңында әрдайым нүкте қойылады. Содан кейін сигна дейміз, мына бас ауырғанда бір таблетка дейін қайттан көшіреміз. Бұл бірінші жолы. Басқа екінші жолы бар. Оған біз былай жазамыз. РП, рецепт деген сөз, аспирини, жоқ, бұл жерде аспирин емес, бұл жерде таблетка екенін басында көрсетеміз. РП, потом мына жерге таблетка екенін тоже тап деп қысқартып жазуға болады. Тап дейміз. Сосын аспирини 0,5 даталес дузес номера 10. Все, осымен тоқтайды. Интап дегенді мына жерде бірінші түрінде біз жаздық. Мынау бірінші түрі жазудың. Мына екінші түрінде біз уже интап деп жазбаймыз. Себебі бұл жерде тап басында тұр. Содан кейін барып уже сигна деп жазамыз да, бас ауырғанда бір таблетка дегенді қайттан осыны көшіп жаза саламыз. Сонда жай таблеткаларға рецепт жазудың екі түрі бар. Біреусін таңдаймыз, өзімізге ыңғайлысын оңайын, осы бойынша сосын жазамыз. Енді келесі. Таблеткалардың бізде коммерциялық атауымен бар таблеткалар. Өзі препараттардың екі түрлі аттары болады. Бізде халықаралық атауы болады. Мынау аспирин халықаралық атау. Одан бөлек коммерциялық атау, брендтік атауы бар. Мысалы, брендтік атау кезінде былай жазылады. Тоже кез келген рецептіден басталады. РП деп қысқартамыз. Сосын оған басында бастаймыз, тоже тап деп жазамыз. Ол табулеттарум, көп таблетка деген сөз. Жаздық, сосын жерге жазамыз препараттың атын, бірақ тырнақшаның ішінде болады ол.
мысалы аскофен деген препарат алатын болсақ, таблетка, онда аскофенум деп жазылады. Аскофенум деп жаздық. Енді аскофенум деп жазғаннан кейін бұл жерде бұлардың дозасы жазылмайды. Аспирин деген кезде 0,5 деп жаздық қой. Ал коммерциялық атау кезінде оның дозасын жазылмайды. Енді осының қасына біз қанша таблетка екен номері 10 деп жазамыз. Допустим, 10 болатын болса 10, 20 болса 20. Бірінші аспирин жазған кезде даталис дозасы номері 10 деп мына жерге жазатын болсақ, ал бұл жерде қасына жазамыз. Содан кейін дальше да сигна дейміз да, уже пациентке арналған информация. Бас ауырған кезде немесе күніне 1 рет, күніне 2 рет бір таблеткадан, мысалы, жерде күніне 3 рет бір таблеткадан деп жазса болады, таблеткадан. Бұл жерде шатастырмаймыз. Мынау бізде тағы да бір айта кететін жағдай. Біз егер халықаралық атауы болатын болса, деген жалғауды и дегенге ауыстырдық, жаңа естеріңізде болса. Ал мына жерде коммерциялық атау кезінде деген жалғау ауыспайды. Мына жерде қарасаңдар, аскофенум деп тұр. Ол ауыспайды, тырнақшаның ішінде сол бойында қалады.